Hold up. Ассалаумағалейкум. Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде жаңа сабақ Photoshop. Және де бүгін жаңа PicsArt'ты қолданатын боламыз. Достар, бұны Play Market'тен скачать етіп алдым. Алдыңғы PicsArt'ның неге екенін жұмыс істеуі бәсеңдеп қалды. Бүгін біздер жаңа PicsArt'мен жұмыс істейтін боламыз, достар. Әрмен қарай әдеттегідей дәл осылай кіреміз. Қолдан бір сұрып фонд таңдап ала саламыз, достар. Әрмен қарай енді Venom'ның фонын қоятын боламыз. Енді біздер бүгінгі Photoshop'ты обложкадан көрген боларсыздар. Venom постерінің фотошопын енді дәл сол қылмасақ та соған ұқсатамыз. Достар, кішкене жаңа PicsArt'ның ішінде өзгерістер бар. Енді оны алдағы уақытта бір уақыт болып жатса түсіндіремін. Қазір біздер енді тікелей фотошопқа енді өзімізге керекті фондарды таңдап аламыз, достар. Оның артында осылай қалай дейтін мост болған етін, және де бір темный бір бұлттар болған етін. Кішкене осы бөлінген жерін өшіреміз, достар. Енді артына бір фон жасап аламыз. Енді сіздерде дайын фон болып жатса, ол тіптен жақсы. Бірақ та дәл осындай фон міндетті түрде болу керек постерде, өйткені осындай фон тұр. Әрмен қарай достар, енді астыңғы мосттың несін кішкене күшін азайтамыз. Барынша көзге қатты көрінудің қажеті жоқ, достар. Фон бізде енді басты рөлде адам болу керек. Әрмен қарай добавить фото арқылы қазір бізге өзіміздің керекті адамды аламыз. Яғни сіздер өздеріңіздің фотоларыңызды аласыздар, достар. Мына жерден фотоны таппай қалып отырмын, себебі бірнеше функциялар қосылған. Енді әрмен қарай вырезать батырмасын алып, неге кішкене түсіндірулер, дәл осылай вырезать батырмасымен қырқып аламыз адамды. Яғни сіздер өздеріңіздің суреттеріңізді, достар, егер осы постерге лайықтап суретке түссеңіздер, тіптен сіздерге оңай болады. Енді мен Том Хардидің бір сәйкес келеді-ау дейтін фотосын таңдап алып отырмын. Тура осылай үлкейтеміз. Неке үлкейтеміз. Егер сіздердің денелеріңіз осылай қырқылмай әдемі тұргенде, ол тіптен жақсы болар еді. Ары қарап бізге Venom'ның маскасы, достар, интернет шарлап жүріп зорға тапқан болатын осы масканы. Неке әрмен қарай енді қоямыз. Кішкене қойғанда да, достар, көзімен, аузымен ориентир алып қойыңыздар, себебі сәйкес келмей қалмасын. Көбіңізде мынандай проблема болуы мүмкін. Құлақ былай істегенде шықпау. Құлақты шығарып қоя беріңіздер, оны кейін клонмен құлақты қайта кіргізіп аласыздар. Неке. Енді қазір иықтарына иық қосайық. Кішкене Venom'ның енді осы несінде қатты үлкен емес. Енді постердің несі жіңішке. Дәл осылай клонировать деген батырма бар. Инструментте сол арқылы астарын қосып шығамыз. Неке, енді сіздер енді бұны істеудің қажет жоқ. Мүмкін сіздер дәл осыған арнап суретке түссеңіздер, сіздерде бұндай қиындық болмауы мүмкін. Бірақ та мынау Venom'ның маска жағындағын қосуларыңызға тура келеді. Кішкене үлкейтейік. Бірақ та бұны бәрібір қазір біз қырқатын боламыз. Әрмен қарай инструмент обрезать батырмасының үстін басып, неке Venom'ның қырқылған жеріне шейін, яғни бұл жарты бас болып тұратын, неке артындағы фонды қалдырамыз, қырқамыз. Жақсы. Енді достар, біздер өзімізге керекті заттардың ішінен қазір Venom'ның несін аламыз. Астында жазуын, өйткені бұл жазуды PNG форматында жоқ екен, мен бұны жай ғана аламын, смешайтқа кіремін да, экранды басқан кезде тек қана жазу қалады. Әрмен қарай басқа керегіміз жерлерін өшіріп тастай саламын. Ол да тұрған ешқандай қиындығы жоқ. Неге тура осындай қарапайым жолмен істей саласыздар, достар, оның қатты ешқандай да қиындығы жоқ, көріп тұрсыздар. Әрмен қарай клонировать, жаңа құлақты айтқан болатын, достар. Дәл осылай құлақ шығып жатса, оның ешқандай да проблемасы жоқ. Тура осылай құлақты жойып тастай салсаңыздар болады, достар. Сіздерде басты мәселе енді көз, жаңа мұрын, соларды ориентир алып дұрыстап істесеңіздер болды. Әрмен қарай енді эффекттер бересіздер. HDR міндетті түрде берулеріңіз керек, және Dodger бере салайық, кішкене темный. Барынша осылай суреттер болса болғаны, достар. Неке, аса қатты қиындығы жоқ, достар. Сіздерге ұнап деген ойдамын. Біздің алдағы уақытта тағы да видеолар шығады, достар. Егер ұнаса лайк басыңыздар, керекті фотолар комментарийге қалдырамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған мен Мико Про.